Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалу жолы қарапайым дәмі тіл үйретін тары шай дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар: өзіңіз қалаған заварка, шадринская сүті, қуырылған тары және де су. Қажетті заттардың грамын описанияда жазып қалдыратын боламыз. Суды отқа қойып, тарыны салып, 10 минут көлемінде тарымызды пісіріп аламыз. Тарымыз дайын болғаннан соң, заваркамыздың үстіне 100-150 грамм су құйып, 2-3 минутқа демдеп қоямыз. Шайымыз кішкене тұрғаннан соң, үстіне тары қайнаған суымызбен тарымыздың жарты бөлігін салатын боламыз. Келесі кезекте сүтімізді құйып алатын боламыз. Сүтімізден соң қайта тарымызды салатын боламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Расында да дәмі тіл үйіретін шай жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтындығына 100% сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.